Көпшілігі, әсіресе футбол ойынның жанкүйерлері Испания елінің Барселона қаласына баруға армандайды. Және онда әрине әйгілі Барса құрамасымен байланысты жерлерге барып, тағзым етіп, бірден қаншама тарихи матчтар өткен стадионға аттанып, сүйікті командасының футбол матчын тірідей көріп, шынайы ешқашан көрмеген атмосфераны сезініп, шіркін, өз сапарын соған арнаушы еді. Бірақ мен емес. Өкінішке орай мен Барса жанкүйері түгілі футболдан да алыспын. Барса мен Реал Мадрид арасындағы тарихи матчтың орнына мен одан да білмеймін Чер мен eSports Original арасындағы қақтығыс мен үшін әлдеқайда қызығырақ болмақ. Жарайды, сөйтіп бро, онда Барселонаға футбол үшін бармасаң, онда ол жақта не істеп жүрсің деген сұраққа бүгінгі видеода жауап беремін. Дайынсыз ба? Кеттік онда. Достар, мен қыстан шаршадым. Қарағандыдан Алматыға қыстан, суықтан, аяздан қашып кеткен болатын. Енді Алматыда да қыс келді. Сондықтан мен көктемге дейін Барселонаға кетіп барамын. Көктем келгенде ғана келемін. Дәл осындай ниетпен Алматыдан Испания елінің Барселона қаласына аттанған болатын. Достар, мен Барселонадамын. Барселона, Каталония Реварс деген отель. Перелет өте қиын болды, бірақ та қазір әдеттегідей біздің рубрика, қандай рубрика? Рум турчи. Айна, фен бар, керемет. Биде, душ, муш, кондер, шай-май, мини-барда дым да жоқ, сейф. О, USB бар, евровилкалар, ручка, телефон, екі орынды төсек, тәпішке, теледидар, қарапайым отель, ничего лишнего дейді. О, сумани, печенька. Кайф. Так, рум-сервис и вид. Ең бастысы отельдан вид. Ну, скорее всего, такой себе, потому что бұл 3 жұлдызды отель. Окей. Ең бастысы уютный болса, жылы болса, бітті. Оннан 5 деген баға беремін. Барселонаға барып тұрып, әрине әлемге әйгілі Антонио Гаудидің 1882 жылдан бастап әлі күнге дейін салынып жатқан храм Святого Семейства, қасиетті отбасы, қасиетті әулет храмы, яғни Саграда Фамилия шіркеуін барлығымыз жиналып, демалмай, ұйықтамай сол Саграда Фамилияға барған болатынбыз. Шын өмірде өз көзімен көргенде өте қатты таңғалдым. 142 жылдай салынып және де ең зәулім әрі архитектура жағынан өте ғажайып түрде салынып жатқан шіркеу, яғни храмдарының бірі. Оның ішіне кіруге мүмкіндігіміз болған жоқ, бірақ та міндетті түрде оған тағы қайтып оралатын боламыз. Ал енді достар, келесі күні біз барлығымыз жиналып, осы Испания Барселонаға шақырған себептерінің бірі, яғни Honor компаниясының өзінің Magic линейкасындағы жаңа смартфонын презентация жасауы. Ал енді бәріміз ол қалай өткенін бірге көрейік. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Honor 2024 Global Launch Event. Allow me to invite onto the stage Mr. George Zhao, CEO of Honor Device. Ол жиында көпшіліктің алдында Honor CEO-сы, яғни Джордж Джао, өздерінің жасанды интеллект стратегиясы туралы айтып, басқа үздік компаниялары Google, Intel, Microsoft, Nvidia, Qualcomm сияқтылармен серіктестігі және коллаборациясы жайлы тоқталып кетті. Және ол компаниялардың өкілдері де қатысып, жасанды интеллекттегі өз тарапынан жасаған үлестерін айтып кетті. Ал енді дәл сол презентацияда Honor өзінің Push
дизайнындағы флагман смартфонын, яғни Honor Magic V2-ні де Барселона қаласында жария етіп, Porsche өкілі де өз сөзін сөйледі. Ал енді презентацияның басты рөлінде әрине осы сәуір айында сатылымға шығатын үздік камерафондарының бірі, ол Honor Magic 6 смартфонының тұсаукесері болды. Ол болса керемет нанокристалды қорғауы бар дисплей, 5600 мАч көлемді кремний көміртекті аккумулятор, жасанды интеллект қолданылған уникалды Honor Falcon камера жүйесі, яғни жаңа 180 мегапиксельді басты телефон объективі, көптеген камера жүйесінің жаңартуларының арқасында DxOMark 2024-те 5 гол жүлдесіне ие болған смартфонды барлығымызға паш етті. Шынымен де бұл жолы Honor Magic 6 смартфоны бір қадам емес, бірнеше қадам алға басқанын байқай аламыз. Және қайталап айтам, бұл смартфон біздің жақта ресми түрде сәуір айында ғана сатылымға шықпақ, бірақ ол әрине менің қолыма ерте жетті. Сондықтан менің Технобру рубрикамда бұл смартфон жайлы толық шолу видеосын жақында көре аласыздар. Содан кейін Honor барлығымызды шоурумға шақырып, жария еткен құралдарын қолмен ұстап алғашқы болып сезінуге мүмкіндік берді. Сол кезде Honor Magic 6 смартфонымен бірінші танысуым өткен болатын. Окей, Honor компаниясының жаңа құралдарының бұндай қызықты презентациясынан кейін кішкене Барселона қаласын сергіп бір айналып өтіп, ал кешке қарай Honor бізді Барселона қаласының өте бір ерекше ресторанға қонаққа шақырған болатын. Шынымды айтсам, бұндай ресторанды мен өмірімде ешқашан көрген емеспін, және ол мені өте қатты таңғалдырды. Өйткені бұл ресторанның шеф-поварының бойы мынандай ғана. Шын айтамын, осындай ғана. Қазір өздеріңіз көресіздер. Біріншіден, бұл ресторанның атауы Le Petit Chef. Ал енді қараңыздар. Le Petit Chef. Ондай столды көрдіңдер ме? Яғни бұнда сіздердің алдарыңыздағы дастарханда проекция арқылы нағыз кішкентай аспазшы туралы анимациялы шоу көрсетіледі. Және ол бірнеше бөлімнен тұрып, алдарыңызға әкелген әр тағамның хикаясы сіздің тәрелкеңізде проекцияланып, назарыңызды жаулап алады. Мен барған ресторандардың арасында ең ерекше әрі атмосфералы жер осы деп нақты айта аламын. Және тағамдарының өзі өте дәмді әрі ерекше болып келеді екен. Барселонада көрген ең еске қаларлық қызықтардың бірі де осы жер болмақ. Ал енді Барселонаны алақандағындай көргілеріңіз келсе, онда осы жерге келіп тамашалауға кеңес беремін. Күн жарықта бір көрініс беріп, ал енді түнгі көрінісі бөлек болып келеді. Сөйтіп достар, жалпы Барселона қаласына іс-сапар аясында болған көптеген қызықтар болды. Өкінішке орай оны бір видеода сыйғыздырып сіздерге көрсету қиындау. Сондықтан келесі влог видеода мен сіздерге Барселона қаласында жыл сайын өтетін ең ауқымды MWC, яғни Mobile World Congress атты көрмеде не көргенімді айтып беретін болам. Онда да көптеген қызықтар болды, сондықтан жалғасын көргілеріңіз келсе, міндетті түрде видеоның астына комментарияға жалғасын түсір деп жазып, қасына ойын айдиларыңызды қалдырсаңыздар, сіздерге келесі видеода міндетті түрде бір адамның арасында 520 алмаз ойнататын болам. Ал енді Испания елінің Барселона қаласының өзіне келетін болса, бұл мен үшін өте ерекше орында қалатын жер болмақ. Және бұл жерге әлі бір күні қайтып оралатыныма сенемін.